Армысыз тыңдарман, әуе толқында сыр подкасты, оны жүргізетін Ақмаржан Амангелді. Бүгін бізде қонақта Сыр жұлдыздары шығармашылық және инновация академиясының кітапханашысы Назым Абайқызы. Назым ханым, қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы күн, бәрі жақсы, шақырғандарыңыз үшін алғыс айтамын. Бүгін біз кітап жайында ой бөлісетін боламыз. Алғашқы сұрақ, кітаптар өмірді өзгертеді ме? Жалпы кітапханашы ретінде мен кітаптар өмірді өзгертеді деп айта аламын. Оған өзімнің шәкірттерім дәлел. Ешқандай кітап оқымай, ешқандай көркем әдебиетпен таныспай келіп оқып, көркем әдебиетпен сусындап жүрген оқушыларымның өмірінің қалай өзгеріп жатқаны көз алдымда болып жатыр. Сондықтан кітаптарды өмірді өзгертеді деп сеніммен айта аламын. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана. Әбіш Кекілбаевтың осы сөзімен бұл сұрақты аяқтағым келеді. Екінші сұрақ, қазіргі жастарға арналған үздік кітаптар. Топ 5 кітапты ұсына аласыз ба? Ең алғашқы ұсынғым келіп тұрған кітап ол Таласбек Әсемқұловтың «Тал түс» кітабы. «Тал түс» және «Тәттімбет сері» дейтін екі шығармасынан тұрады. Жалпы Абай жолынан кейін әр қазақ оқуы керек, әр қазақтың шаңырағында тұруы керек шығарма ретінде ұсынамын. Одан кейінгі ұсынғым келетіні Мұхтар Мағауиннің «Көкбалақ» шығармасы және Ақселеу Сейдімбектің «Ақ қыз» кітабы. Жалпы мен оқырманға тек қазақ әдебиетімен немесе тек көркем әдебиетпен шектеліп қалмай, әртүрлі жанрда, әртүрлі тақырыптарда оқып көруді ұсынамын. Одан ұсынғым келіп тұрған әлем әдебиетінің кітабы «Унесенные ветром» кітабы, Маргарет Митчелл авторы. Бұл кітап әсіресе қыз балаларға жақсы келеді деп ойлаймын. Және соңғы ұсынғым келіп тұрған кітап «Слово, которое исцеляет», авторы Мари Кардинал. Қазір бізде психология саласына қызығушылық өте жақсы дамыған, жастар арасында да өте жақсы қарқын алып тұрған салалардың бірі. Сондықтан осы кітапты оқып, жалпы психологиямен, психоаналитикамен танысуға болады, өзіңмен танысуға жақсы көмектесетін кітаптардың бірі ретінде осы кітапты ұсынамын. Керемет талғам, рахмет Назым ханым. Кітап сүйер оқырмандарыңыз көп болсын. Тыңдарман, біздің подкастымыз осымен тәмам. Қош, сау болыңыздар.